Сәлем құрметті мектеп басшылары, директорлар. Бүгінгі видеомыз сіздерге арналады. Бүгінгі видеомызда мектеп басшысына керекті инструменттер тақырыбын қозғайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші инструмент әрине ол Google күнтізбе немесе Google календарь. Бұл күнтізбе арқылы сіз өзіңіздің бір аптаға, бір айға жоспарыңызды толығымен жазып қойсаңыз болады. Және де сіз осы жазып қойған даталарыңызға алдын ала сізге ескерту жіберіп отыратын болады. Бұны біз күнделікті қолданамыз, және де осы жерде біз барлық қызметкерлерімізбен болатын кездесулердің барлығын жазып қоямыз. Және де сол жазып қою процесінде ол қызметкерімізге бірден уведомление барып, ол да өзінің календарында осы мероприятие, осы іс-шара болатын алдын ала белгілеп қойса болады. Бұл Google күнтізбе арқылы сіз өзіңіздің жиналыстарыңызды, жалпы өзіңіздің кездесулеріңіздің барлығын алдын ала бекітіп қойып, ұмытпай қадағалап отырсаңыз болады. Екінші, бұл мұғалімдерге де пайдалы. Сіз өзіңіздің осы Google календарыңызға болатын сабақтарыңызды жазып қойсаңыз, мысалы, сәрсенбі күні сағат 8:00-де математика деп, ол сізге 30 минут бұрын, 1 сағат бұрын алдын ала ескертіп отырады. Және де әр кез сіз осы информацияны қарау арқылы қай кабинетте болады, қандай тапсырма бердім деген барлық информацияларды бір жерден басқаруыңызға болады. Келесі мектеп басшыларына керекті инструмент ол Canva. Бұл Canva презентация жасауға арналған шаблондардың жиынтығы бар бір приложение. Бұл жерде сіз PowerPoint-қа қарағанда өзіңіздің презентацияңызды әдемі және де сіздің тыңдаушыларыңызға қызықты етіп жасайтын боласыз. Қазіргі тенденция осы минимализмге қарай өзгеріп жатыр. Бұрынғыдағыдай PowerPoint-та тұрған презентациядан көрі Canva арқылы сіз әдемілеп жасаған презентацияларыңыз сіздің тыңдармандарыңызға өтімдірек болады. Келесі инструмент ол Trello деп аталады. Бұл Trello-ны сіз өзіңіздің жеке мақсатыңызда да, жұмыс мақсатыңызда да қолдансаңыз болады. Бұл Trello арқылы сіз қызметкерлеріңізге тапсырманы қоя аласыз. Және де қызметкеріңіз сол тапсырманы қашан орындады, қалай орындады, қай жерінде тоқтап қалды, барлығын сіз осы Trello арқылы қадағалап отырсаңыз болады. Былайша айтқан кезде бұрында to-do list деп атаушы едік, яғни мен ананы істеймін, соларды белгілеп қоятынсыз. Қазір сіз дәл осы Trello доска арқылы өзіңіздің қызметкерлерге сен наны істейсің дейсіз. Егер де ол қызметкерлер істеген болса, сізге бірден уведомление келеді, яғни осы қызметкеріңіз осы тапсырманы аяқтады. Бұл Trello-ны сіз өзіңіздің орынбасарларыңызбен бірге жасасаңыз болады. Және де аптаның әр дүйсенбі күні сіз бір аптаға тапсырмалар қоясыз. Сол тапсырмаларды жұма күні қабылдап алып, келесі аптаға сіз тапсырмаларды қойып, өзіңіздің барлық процестеріңізді қадағалап отырсаңыз болады. Бұны көбіне Canva доска деп айтып жатады. Сондықтан осы Canva досканың онлайн түрі Trello-ны сіздерге қолдануға кеңес берем. Бұл қарапайым, тегін және қолдануға өте ыңғайлы. Келесі біздің мектеп басшыларына керекті инструменттің бірі енді ол Learning Management System, яғни LMS деп аталып жатады. Бұл LMS-ке біз өзіміздің Дарын онлайн платформасының жасайтын Member Дарын онлайн LMS жүйесін сізге ұсына аламыз. Бұл LMS жүйенің ішінде сіз оқушылардың барлық келген кеткенін қадағалауын, мұғалімдеріңіздің қандай тапсырма өтіп жатқанын, барлық Zoom конференциялардың немесе осы платформаның ішінде болып жатқан конференциялардың барлығын қадағалауға мүмкіндік аласыз. Бұл арқылы сіз тек қана бүткіл мектепте болып жатқан сабақ процесін қадағалап отыруға мүмкіндік бар. Осы видеода ең соңғы мектеп директорына керекті инструменттің бірі ол Сберджаз деп аталады. Бұл Zoom секілді конференция ұйымдастыруға арналған видеоплощадка. Бұл жерде бір ерекшелігі Zoom-ға қарағанда 100 емес 200 адамға дейін қоса аласыз, және де бұл жерде 40 минуттан кейін бітіп қалмайды. Сіз қалағанша қолдана аласыз. Және де бұл жерде качествосы өте керемет. Zoom-ға қарағанда. Екінші, бұл жерде бізге ұнағаны бір уақытта 2-3 адам демонстрация жасап, презентациясын көрсете беруіне мүмкіндік бар. Сол себепті осы инструменттерді қолданыңыздар. Құрметті мектеп басшылары, бұл инструменттер сіздерге пайдалы болады деген ниеттеміз. Тағы да қандай инструменттерді білесіздер, мектеп директорларына керек, соларды төменге комментарийға жаза кетіңіздер, бірге талқылайтын боламыз. Келесі видеода көріскенше.